Сені бойы кішкентай жігіт алдырған болатын. Сенің гонорарыңға мен 1-2 күн тамақ ішсем да. Иә достар, Ануарбек мотиватор мен Жұман Жұмабек кулачка ережесі бойынша шығатын секілді. Ерегестерін бастап кетті. Сендермен бірге төбелес арнасы барлық қызықтар тек біздің арнада. Біз бастаймыз. Неғо біздің диктордың тамағы ауырып қалды, сондықтан оның орнына мен шықтым. Хотите шоу, хотите зрелищного боя? Платите. По поводу вашего конфликта с Ануарбеком мотиватором, который вызывал вас на бой, скажите, пожалуйста, насколько вам интересно это противостояние, если она дойдет до клетки? Ануарбека интересуют деньги. Не знаю, он сколько запрашивает за меня. Ай, Жумеке. Я не знаю, мотиватор сколько запрашивает за меня, Дима. Жұман, сенің гонорарыңға мен 1-2 күн тамақ ішсем да. А сен білесің, мотиватордың аппетиті деген күй жоқ екен. Найза төлесін, жақсылап төлесін. Кулачка ма сен арманың? Мотиватормен шығу? Давай. Мен шығып берем, шоудың көкесін бәрін істеп берем да. Достойно шығайық та, нормальный теңге үшін. А то мен 2 басым жоқ та, сенікідей. Үйде 1 басым болар, сен алып қоятын. Бойдан келгесін 2-ші басын киіп аласың деген сияқты да. Менде ана желание жоқ, 800 мың теңге үшін проходной боецтермен шыға беріп, бастан бас қалмайды да, родной. Шыққасын бір нормальныйлармен шығу керек қой. Сосын Нұреке құрдас, mesela обращение бар да. Пресс-конференцияде бана түрік бар, ол мұртты. Сол сияқты анжеде ешкімді ортаға өзің отыршы, родной. А то турист болып кетеді анжеде деген. Айқай турист болып кетеді, сен білесің ғой. Мен болсам анжеде турист болады да. Ортада отырып, чисто, спокойно общаться тек да. Давай, Жұман, короче, мен не келесі картқа дайынмын. Тамақ бар ма? Тамақ шекті бар. Жел соғып кетті қатты. Мотиватор екен ғой. Че там, мотиватор? Сен қыңсылап қоймадың ғой. Есінде болсын, мен сенбей шықпа. Мен сенбей шыққан кезде сені бойы кішкентай жігіт алдырған болатын. Сол үшін өзіңе көп болмасыш. Мен саған көрсем, осы бойды беретін болса. Менің арманымдағы емес, бауырым. Менің арманымдағы жекпе-жек сен емессің, точно. Нұрбек аға, осы бойды беріңіздерші маған, иншалла, көрсетем маған. Қалай болатын? Сен тек бойға шықсам болды ғой, конференцияда сайрап-сайрап жоқ болып кетпе. Жарай ма? Жұмеке, порожняк груша соға бермеші өтірікке маған натуре. 5-6 секундтық видеоларын не керек натурена? Сен көрдің ғой, 5 миллион теңгеге мен келіскен жоқпын. 5 миллион теңге деген мен үшін порожняк. Жұман, сен білесің прекрасно. Ана Элантранды сатасың ба, Hyundai, бірдеме қылына. Мынаяқтан Жандарбек организациялар 5 миллион беріп тұр. Үстіне қос тағы да 5 лям. Или 7 лям қос. Сонымен нормально, Hyundai сондай тұрады ғой примерно. Болды, мен шығып беремін. Атырау ма? Атырауда пресс-конференция келем мен. Там и поговорим, короче. Түсінің ғой да? Давай маған порожняк история шығара берме. Белгілеп мені бар оны. Уақыт жоқ менде. Ай, Ануарбек. Ал жиын депсің сен. Ол Элантра емес, ана там. 7 миллион емес, 12 миллион тұрады, қателеспе. Бірақ сен қайтесің, біреудің дүниесінде, біреудің машинесінде. Нұрбек аға, Жандарбек, Найза, мына жекпе-жек бізге ұйымдастырып беріңіздер. Ана 5 миллион ішіне 5 миллион берсеңіздерші. Аузын жабайық, қыңсылата бермей мына баланы. Сіздер маған соны беріңіздер бұйырса. Атырауда жолығамыз, міндетті түрде сенімен жолығамыз бұйырса. Сол жерде көзбе-көз сөйлесеміз. Сен дайындал, тыңғылықты дайындал. Саған өте ауыр болады. Бұйырса бүкіл халық күтіп отыр сенің аузыңды қашан жабатыныңды. Бұйырса Нұрбек аға, мына жекпе-жекті ұйымдастырыңыз. Мынаны басын алайық, қыңсылата бермей. Чал, дайындал. Ануарбек, брат, к бою готовится. Походу, серьезный бой намечается. Че там, брат, что сам скажешь? Че там, достар, ассаламу алейкум. Жұман, не болды? Тишину поймал что-то.
Мен саған ана түрік емеспін, мұртыңды алыпта, мұртың қыртта деп тұратын. На пресс-конференции я тебя схабаю, бою я тебе покажу кулачку. Ты же говорил же, кулачка, давай, арман орындап берейін. Кулачка ма? Го, поехали. Мотиватор дайын. Мен сені ертерек пенсияға жіберемін. 30-ы Алмата, газ, кет. Атырау, не имеет значения. Дайынмын мен. Міне сенің басың жұман. Міне қара. Құтақандайсың ол сен, как құттайсың. Жұмеке деген есіме түсіп кетті. Ануарбек мотиватормен талай өздеріңіз арасында кипеш болған. Подкастта жасадыңыздар, Намат лигасында да кішкене сөзге келмей қалдыңыздар. Естуімше оған да ұсыныс түсті, алайда келіспеушіліктер болып қалған сияқты да, жалпы сонымен жекпе-жек болуы мүмкін деген қауесет болды. Өзіңіз қалай ойлайсыз, жалпы Ануарбек сізбен неге шықпай жүр, және де алдағы уақытта жекпе-жек бола ма? Екеуінде жастардың примерно қатарлас. Примерно қатарлас дегенде ол 40-та емес пе қазір. Мен 35-тен 5 жас үлкен айырмашылық қой сөздің ішінде керек. Мен тағы айтайын жігіттер, мен Ануарбекпен төбелесуге қарсы емеспін. Ол барлық нәрсе сөздің шыны керек, мен ақшаға келіп тіреліп жатқан секілді. Маған жеткілікті қандай ақша береді, мен Ануарбекпен өнерге түсуге дайын. Мен Ануарбектің өзінде айтқан, Ануарбек, мен бокспен де шыға аламын, жалаң қолмен де төбелесе аламын, болмаса ММА-ға да төбелесе аламын деген секілді. Мен кез келген уақытта дайынмын. Енді оның бәрін шешетін ол Ануарбек мырза ғой. Ануарбек, айналайын, сен шығасың ба, менімен төбелесесің ба, төбелесетін болсаң бір жауабыңды айт. Ол бәрін ақшаға келіп тіре бермей. Мен сенімен кез келген уақытта төбелесуге дайынмын. Бірақ көшеде емес, көшеге төбелесем де бұл жан-жағын жүре түсады, мен сөзім шыны. Оның бәрін осы рингта немесе Азия лигасында немесе бокс кештеріне шешуге мен дайынмын. Ануарбек пен Жұман негізі баяғыдан бері ерегесіп жүр. Еске түсірсек те болады. Эфирге Жұмаққа шығып кетті. Жұмаққа не болды? Хайп жетпей жатыр ма, хайп? Берейін ба хайп саған? Ай, Жұмаққа. Не айтайын енді? Біз бойдан қашпаймыз. Мұхит бірдемесі ауырып қалып, енді оның қартайған ғой, енді көрдің кішкене, туда-суда двигается, шашаған кішкене. Бір жері ауырып қалып, бері ауырып қалып, бойға шықпай қалған жағдайда шығамыз, проблема жоқ. Базар жоқ сен деген. Наш огород прыгаешь, да, родной? Мен ойлаған жоқпын сен вызов лақтырады деп. Интересно, конечно, это деньги. Чисто спортивный интерес болады шатырласып соғуға. Мен саған қатты өз тастамаған сияқтын. Мен егер екеуің біреуің жарақат алатын болса, мен саған шығамын деп айтқам. Сен отырып алып, бір нәрсеңді мұжып отырсың ғой, бейби. Сенің басың мына екі белбеудің ортасына тұрмаған кезде, оған жеткізбей сенің кешірім сұрауға мүмкіндігің бар. Жарай ма, бауырым? Олай сен қатты газовать етпе маған. Газовать еткен білесің ғой, мен не болатынын. Бүйтіп тұрасың, алға қарай құлайсың. Есіңде ма, сен артқа құлаған ғой, бұл жол алға құлаған, мен сен білесің ғой. Так что давай, бауырым, қатты газовать етпесің. Сендермен болған төбелес арнасы барлық қызықтар тек біздің арнада. Тіркелуді ұмытпаңдар. Қош аман, сау болыңдар.